құлағым ауырып лорға бардым, есігін тоқылдатып. Кірсем бола ма, құлағым ауырып тұрады десем, өзіңіздің терапевтіңізден направление алып келіңіз, учаскелік врачыңыздан дейді. Жүгіріп отырып учаскелік врачқа келдім. Мен құлағым ауырып тұрады, направление бересіз ба десем, записке жазылып келіңіз дейді. Ұшып отырып записке жазылайын деп барсам, өзі айдың басы 2-сі ме екен, 3-і ме екен. Бұлайға орын жоқ. Айдың аяғында 29-ында бір орын тұр екен, соған жазайын ба сізді дейді. Ойбай, жазсаң жаз енді деп жазылдым да кеттім үйге. Оғылақты үйден емдеп алдық. Содан өз өмірімді өзім сүріп, базарда жүрсем, звондап тұр, түстен кейін бүгін сізде запись, терапевтке жазылып бедіңіз деп. Ойбай, жазылғам, жазылып бедім, жазылмап бедім деп. Ұмытып тағағансың уже бір ай өткен. Келсем келейін деп келдім терапевтке. Айта беріңіз, не мазалайды дейді. Не жағдаймен келдіңіз дейді. Осы лорға направление алайын деп келем, осы бір ай бұрын құлағым ауырып еді десем, направлениені бере салды. Енді шығып отырып лорға бардым, не айтар екен деп. Лорға барсам, записке жазылып келіңіз дейді. Ой, қайтадан записке келсем айтады, бұлайда запись жабық уже, айдың басында келіңіз деп. Айдың басында қайтадан бардым, лорға жазылайын деп. Лорға жазылып, айдың ортасына түсті, айдың ортасында лорға келсем, қай жеріңіз ауырады дейді. Бір ай бұрын, 1,5 ай бұрын құлағым ауырған, соған келгем, соны білмеймін, неғып жүргенім деді.